Қанның қоюлануы қандай дерттен дерек береді? Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес. Бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капилляларға ену қиын. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттың пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Армысыздар, баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Шипа KZ арнасы. Қанның қоюлануының белгілерінің қандай екенін білгіңіз келсе, мына видеоны міндетті түрде аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Солай жасау арқылы біріншіден қазақ тілі контенттің дамуына үлес қосасыз, екіншіден ана тіліміз, қазақ тілінің де өсуіне азғантай да болса үлесіңізді қосасыз. Қанның қоюлануына не себеп болады енді? Қанның қоюлануына сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жұмыс жасайды, көп энергия жұмсайды. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Сондықтан сапалы су ішкен дұрыс. Қандай су ішіп жатқанымызға мән беруіміз керек. Екінші, ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қанның қоюлануымен бірге қышқылдануда орын алады. Негізінде 40 жастан асқаннан кейін сүтті ішпеу керек деп атады. Сүт болғанда енді сүт ішпеу керек, мынау айран, кефир соларды іше беруге болады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Бұл енді электромагниттің зияндығын айтып тұр ғой. Қанның қатерлі ісігі дейді. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану, ағзаны ауыр металдармен және пестицидтермен улау, күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерде жиналуы мүмкін. Адам сөйтіп те улану процесі жүреді деген сөз. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Қозғалыс керек екен бұл жерде, міндетті түрде. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденді. Енді стресстің зияндығы ол баяғыдан белгілі нәрсе. Мына жерде біз стресстің қан гормондарына қандай зиян екені айтылып отыр ғой енді. Авитаминоз, ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы дейді. Бұл да қанның қоюлануына себеп болады екен. Енді қан қоюлануының белгілеріне келейік. Бұл көру және есту қабілеттерінің нашарлауы, қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы
мүмкін. Енді көру және есту қабілетінің нашарлауы бұл да қанның қоюлануына байланысты екен ғой. Енді қан жеткілікті болмаған кезде осындай нәрсе болады да. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады дейді. Сіз аз қимылдасаңыз да тыныс алу сол күйінде болады да. Былайша айтқанда тыныс алған алмағаныңыз білінбейтін сияқты болып тұр ғой. Бұл да уже тыныс алудың қиындауы. Аяқ қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ қолдарды ұйып сезіммен бірге жүреді. Бұл қанның капилларларға жақсы тамбағаннан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз дейді. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді. Әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгілген сияқты болып тұрады. Бұл енді ұйқының қанбауы, бұл миға оттегі жетпегендіктен одан адам барып жиі есінейді екен, одан шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, көзінің асты көгілген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімнің туындауы. Жаны жай таппай, үнемі алаңдап отырады. Бұлшықеттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сай сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалғандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Қан қою қызыл болып кетеді екен да. Бас ауруы. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және емделу жолдарына келейік. Қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының эритроциттер саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шамына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады. Олардың ішінде биохимиялық қан сараптамасы жүреді, магнитті резонансты томография, МРТ дейді, КТ компьютерлік томография. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілер ұсынады. Дәрігерлер өздерінің қызметін жасайды ғой енді. Енді мына жерде қанды сұйылтатын өнімдерге келейік. Дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындарда ықпал етеді. Бұлардың орнына майлы балық және зығыр майы, көкөністер, ақ қырыққабат, брокколи, жеміс жидектерден құлпынай, жүзім, ананасты үзбей жеңіз. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақты да жеуге болады. Сіздерге пайдалы ақпарат бердік деп ойлаймыз. Мына видео ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз, лайк басыңыз, коммент жазыңыз. Дос-жаран, жақын жолыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңырау шамында басып қойыңыз. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз, қазақ тілінің дамуына азғантай да болса үлесіңізді қосасыз. Бар болайық, бай болайық, бәрінен де денсаулық, зор байлық екенін ұмытпайық.